Сәлем достар, бүгін Арыстан жұлдызнамасында туылған жандар үшін шілде айының тару жорамалын ұсынғым келіп отыр. Яғни шілде айында арыстандарды не күтеді, не өзгерістер күтеді, не жағдайлар болуы мүмкін, сол туралы қысқаша ақпарат беретін боламын. Бірінші карта. Бұл жерде тройка мечей деп аталады карта. Нені білдіреді? Яғни бұл жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай жүрекке не қылыштар кіріліп тұр, яғни бұл жерде көріп тұрсыздар, бұл не? Біріншіден бұл нені білдіреді? Бұл мысалға жалпы Арыстан жұлдызнамасына туылған жандардың өзі жүрек ауруына ыңғайлы, яғни соған көбіне жүректері әлсіз болады, жүректері тез ауырғыш, соған бейім болады, яғни бұл соған сәйкес мысалға жүрегі ауруын білдіреді. Мүмкін жүрегіңіз ауырып қалуы мүмкін деген сияқты, мүмкін ем алуыңыз мүмкін, яғни ем алғанда бұл жерде жаңағы дәрілер укол дейді ғой, укол алып сондай бір ем алуыңыз мүмкін, сонымен қатар екінші бір адаммен байланысыңызды үзу, келісім шартты үзу. Бұл мысалға сіз 3 адам болып бір іс бастайын деп келісіп отырған жеріңізден сол келісім болмай, келісім шарт жасалынбай, сол ойда жоқта бұзылу, яғни келісім шарттың бұзылуы, жүзеге аспауы, жұмыстың бірігіп жасайтын жұмыстың жүзеге аспауын білдіреді. Және де не қарым-қатынаста, мысалға сізде 2 адамның арасында 3-ші адамның болуы мүмкін. Енді сіз соны біліп қалуыңыз мүмкін. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз, жалпы өтірік білмей алданып жүргеннен бұл жерде білген дұрыс сияқты, сіз соған көзіңіздің бір жағынан жеткен дұрыс шығар. Сондай-ақ сіз соның әсерінен көңіл күйіңіз түсуі мүмкін, яғни 3-ші адамның қатынастарыңызда, ара қатынастарыңызда 3-ші адамның болуын біліп көңіл күйіңіз түсуі мүмкін. Екінші карта. Екінші картада көріп тұрғандарыңызды бұл 4 чаш, 4 кубков деп аталады. Бұл, яғни көріп тұрсыздар, нені білдіреді? Таңдауды білдіреді, яғни сіздерге мына жерде көріп тұрсыз ғой, ұсыныс тұрған сияқты. Сіз бірақ ол ұсынысты қабылдайын десеңіз, ол ұсыныс сізге ұнамайды, қабылдамайын десеңіз, басқа шараңыз жоқ. Яғни сізге беріліп тұрған нәрсе сізге ұнамайды. Түсініп тұрсыз ба? Сізге мысалға бір жұмыс ұсынылып тұр, бірақ сіз ол жұмысты істегіңіз келмейді, ол жұмыс сізге ұнамайды, бірақ істемейін десеңіз тағы болмайды, басқа жұмыстың реті жоқ. Сондай сияқты жағдай болуы мүмкін, сосын күту картасы. Немесе сіз бір нәрсе болады деді сізге, яғни жұмыс болады деді, басқа бір нәрсе болады деді, бірақ ол әлі болмай жатыр. Яғни сіз күту жағдайындасыз. Көңіліңіз содан түсуі мүмкін, немесе еш нәрсенің болмай қалуы мүмкін. Мысалы, бұрындар ұсыныс түсіп жатса, қазіргі кезде мүлдем ұсыныс түспей қалуы мүмкін, сондай сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Барлығының сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Эмоцияға салынып, шешім қабылдамаңыз. Яғни бірден тез жоқ деп немесе деп жауап беруден аулақ болыңыз. Сәл күтіңіз, сәл ойланыңыз, сәл сабыр сақтаңыз. Себебі бұл жерде сол маңызды. Бірден түңіліп кетіп, бірден ренжу, бірден ашуға берілу деген дұрыс емес. Күту керек, күтіңіз. Үшінші карта. Үшінші карта бұл тройка жезлов деп аталады, яғни бұл жерде жаңа іспен айналысуыңыз мүмкін. Ол іс мүмкін сізге ұнамайды, бірақ сонда да жаңа іспен айналысуыңыз мүмкін. Немесе күткеннен кейін аздап күтіп, содан кейін жақсы бір ұсыныстар түсуі мүмкін, сондай сияқты жағдайларда болуы мүмкін. Жаңа таныстықтар болады, күтіп, ойланып, сондай бір жағдайда боласыз, бір нәрсеге дайындалып та жүруіңіз мүмкін, және көшу болуы мүмкін.
яғни сізде көшу, орналастыру, бір жұмыстан екінші жұмысқа орналастыруыңыз мүмкін, оқу бастауыңыз мүмкін, иә. Сондай сияқты бір жаңалықтар болуы мүмкін. Ол бірақ сізді аса қатты қуантады деп айта алмаймын, себебі ондай қатты қуаныш бір жүзіңізде, көңіліңізде ондай еш нәрсе жоқ. Қалыпты, болып жатыр ма, болып жатыр деген сияқты бір сондай бір көңіл күйде боласыз. Төртінші. Бұл жерде төртінші картада айтып тұрғандай шестерка мечей дейді. Міне көріп тұрсыздар, бұл адам кетіп бара жатыр өзіне ұнайтын жаққа. Яғни бір жерден көңілі қалады, бір жерден көңілі қалды да өзін тыныш сезінетін жаққа кетіп бара жатыр. Яғни сіз саяхат жасауыңыз мүмкін, өзге елге баруыңыз мүмкін, қиын жағдайдан жақсы жағдайға өтуіңіз мүмкін. Яғни сіз бір жерде тұрып жүрдіңіз, немесе бір қарым-қатынаста болдыңыз, ол қарым-қатынас сізге ешқандай қуаныш сыйлатқан жоқ, сізді шаршатты, сізді қажытты, бірақ сіз сол қарым-қатынасты тоқтатып кетіп бара жаттыңыз. Бір адамнан екінші адамға кетуіңіз мүмкін. Мүмкін былай болуы мүмкін. Сіз бір адамнан екінші адамға кетесіз, бірақ ол адамды сізге қатты ұнамайды, дегенмен ол адам сізге сенімділік бере алады. Яғни сіз ол адаммен болашағыңыз белгілі жақсы болатынын білесіз. Ол адам ұнамаса, сіз сол адамға кетіп бара жатсыз. Бір сондай сияқты жағдайларда болуы мүмкін, яғни таңдау жасап. Бұл не болса да тыныш жағдайға өтуді білдіреді. Сізде, мысалға былай да болуы мүмкін. Сіз бір нәрседен қиналдыңыз, қиын болды, бірақ соңына қарай, яғни көбіне айдың соңына қарай, бастапқы айдың басында қиналасыз, қиналып жүрдіңіз, бірақ айдың соңына қарай бір шешім қабылдап, сол шешімнің дұрыс екенін біліп, бірақ сіз оны толыққанды ұнатпасаңыз да, сол шешім барлығына жақсы болатынын біліп, сол шешімді қабылдайсыз. Ажырасу болуы мүмкін, алға жылжу болады, жұмысты ауыстыруыңыз мүмкін, бір адамнан екінші адамға кетуіңіз мүмкін, және қаражатыңыз да қалыпты болады. Енді қаражат бұл жерде жоқ болады деп айта алмаймын, қаражат болады, бірақ аса көп деп те айта алмаймын. Себебі бір қалыпты жағдайда болады, қаражатыңыз, сондай, немесе сізге жақсы болашақ өмірді беретін адамға барып көңіліңіз тынышталуы мүмкін. Міне, Арыстан жұлдызнамасы туылған жандардың шілде айының таро жорамалы осында. Егер сондай жағдайлар болып жатса, осы карталар, ашылған карталар сәйкес келіп жатса, өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.